Достар, бәріне сәлем. 25 мамыр жақындап қалды. Соған орай біздер қазір мектеп тақырыбында 3 әнге разбор жасайтын боламыз. Бірінші үйренетін әніміз "Енді қоңырау соғылмайды бізге" деген ән. Оның әннің нақты атын білмеймін, бірақ та қазіргі кезде айтылып жүрген әндердің бірі дейді. Бірінші айтып берейін сіздерге, сосын бастаймыз. Енді біздің мектепте әсем партада оқиды басқа балалар. Алғаш сезім білдірген мектеп бағында бал болса, сезім жаңғырар кетеміз. Сен жалғыз тастап кетеміз. Көздерінде жастық, жас сезім. Бала кезімменде қош бол қадірлеген мектебім. Енді қоңырау соғылмайды бізге, енді ол күндер оралмайды бізге. Бақытты балдарын сыйлаған бізге, қош бол енді мектеп. Енді қоңырау соғылмайды бізге, енді ол күндер оралмайды мүлде. Бақытты балдарын сыйлаған бізге, қош бол енді мектеп. Көріп тұрғандарында мен текстін жаттаған жоқпын, сөзін жаттап үлгерген жоқпын. Мен жаңа ғана естіп отырмын бұл әнді, бірақ та сіздерде қазір ойнап беретін боламын. Бастайық. Аккордтары мынадай: EM, одан кейін AM аккорды бар, C деген аккорд бар, сосын H7 деген, немесе B7 деп айтады, сосын G деген аккорд бар. Осындай бариста аккордтармен ойнаймыз. Бұл әннің қағысын біз былай ойнаймыз: төмен, жоғары клышка, жоғары, жоғары клышка, жоғары, төмен, жоғары клышка, жоғары, жоғары клышка, жоғары. Осыны ойнай береміз. Бастайық. Мына жерге аккордтарды, тексттарды қоямыз, сөздерді. Бастаймыз. Екі рет ойнап алайық. Сосын енді біздің мектепте әсем партада оқиды басқа балалар. Алғаш сезім білдірген мектеп бағында бал алса, сезім жаңғырар кетеміз. Сені жалғыз тастап кетеміз. Көздеріңнен жастық, жас кезім. Бала кезімменде қош бол қадірлеген мектебім. Біздің құрамызда енді қоңырау соғылмайды бізге, енді ол күндер оралмайды мүлде. Бақытты балдарын сыйлаған бізге, қош бол енді мектеп. Енді қоңырау соғылмайды деп екінші рет қайталап қайырмасын айтамыз. Одан кейін екінші куплетінде, яғни екінші шумағында бірінші шумағы сияқты қайталап айтасыздар дәл солай. Келесі үйренетін өлеңнің аты Гүлдәурен. Бұл әнді көбінесе отырыстарда және де тағы да басқа жерлерде көбірек айтылады. Қазір мен сіздерге айтып беремін. Осыны үйренеміз. Аса өмір арнасында шалқып сәби сезімменен, 10 жыл мектеп партасында бірге отырдым өзіңменен. Сездіруге батпадым бай, бала махаббатымды. Терезенің жақтауына ойып жаздым атыңды. Терезенің жақтауына ойып жаздым атыңды. Екінші шумағында да бірінші шумағы сияқты қайталанып айтылады. Бастайық. Аккордтары мынадай: AM, сосын DM, G, C, сосын E деген аккорд бар. Енді қазір мына жерге текст шығады, сонымен бірге айтамыз. Қағысы мынадай: бірінші глушкамен
екі қағыс бар. Біріншісі былай төрттік глушкамен төмен жоғары, глушка жоғары, төмен жоғары, глушка жоғары. Қайырмасында алтылық қағысты глушкамен ойнасаңдар болады. Былай төмен глушка жоғары, жоғары, глушка жоғары, төмен глушка жоғары, жоғары, глушка жоғары. Бастайық. Аса өмір арнасында шалқып сәби сезімменен, 10 жыл мектеп партасында бірге отырдым өзіңменен. Сосын аяма аккордын бір рет төмен тұрамыз. Сездіруге сосын алтылық қағыспен кетіп қалсақ болады глушкамен, бірақ та бұның бір жерлерінде кішкене қысқартып ойнайды екен да. Сол үшін сіздерге төрттік қағыспен жалғастыра білсеңдер болады деп айтқым келіп тұр. Немесе мына былай болады. Алтылық қағыспен былай болады. Сездіруге батпадым ба. То есть мына жерде бөліп тастаймыз да, джиға барамыз. Ал төрттік қағыспен ойнағанда толықтай ойнаймыз, ешқандай өзгерістер болмайды. Сосын төрттікпен кете берейік. Сездіруге батпадым ба. Сендеген бала махаббатым айымды. Қайтадан терезенің жақта айым орнына. Ей барамыз, ойып жаздым атанды. Қайтадан дем терезенің жақта орнына. Ойып жаздым атанды. Достар, мінеке осылай, бұл екінші әнде де разбор жасап болдық. Бүгінгі разбордағы үшінші және де соңғы әнге разборымыз бұл BN тобының мектеп әніне болады. Так, мен басынан бастап айтып берейін, сосын бастаймыз. Әліптен алып, ой, әліптен алып, әліптен танып, таудай болған біз барадай болып бара. Күлде көктемім, күнде мектебім, шашатын етеніме жара. Партадан қосады аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Сосын рэп кетіп қалады, дәл осылай қайталана береді. Жаңағы қайырмасы сияқты. Сосын барып екінші куплетінде бірінші куплет сияқты айтамыз. Так, бастайық. Аккордтары EM, C, G және D. Тек қана 4 аккорд қана. А мына жақта біз бағана бірінші әнде үйренген қағыс. Төмен, жоғары көш, жоғары, жоғары көш. Соңғы жоғарыны алып тастасақ болады, кстати. Немесе қосасыңдар, өздерің білесіңдер. Так, бастайық. Былай болады. Кішкене басқа әндерден өзгешелік бар бұл әнде. Өйткені бізде қағысты екіге бөліп тұрмыз. Бітеміз. То есть, мынаған сосын қалғаны мынаған сыға ойнаймыз. Түсінікті деп ойлаймын. Сосын келесі G-дан D-ға барамыз. Дәл солай жатыға білеміз. То есть, басынан бастаймыз не? Осы жарт-жарттан ойнап шығамыз. Сосын қалғанын жалғасын дәл солай ойнаймыз. Таудай болған біз тарадай болып бара. И қайтадан. Күлді көктемім, күнде мектебім, шашатын ертеңіме жарық партадан. Дан деген кезде біздер бұл жақта емді болуымыз керек. То есть, мына жерден бастайын. Емі. Шашатын ертеңіме жарық партадан. Ол созып аспанға. Уже толықтай ойнаймыз әрбір аккордқа. Бір-бір қағыстан. Партадан қол созып аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға.
Иә, достар, міне осылай түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Куплеті мен қайырмасын толықтай түсіндірдім. Рэпті айттым, рэпте жаңағыдай 4 аккордты бір-бір қағыстан ойнап шығасыңдар. Болды. Ал екінші куплетінде шумағында бірінші шумағы сияқты ойнайсыңдар, жарты-жартыдан жаңағыдай бір қағысты екіге бөліп. Солай. Достар, мінекей бүгінгі мектеп тақырыбына арналған әндерге разборымызды аяқтаймыз. Барлық мектеп бітіріп жатқан түлектерді шын жүректен құттықтаймын. Және де мектеп бітіргеннен кейін әрқайсыңыз өзіңіздің сүйікті, яғни қалаған мамандықтарыңызға түсулеріңізге тілектеспін. Барлықтарыңызға сәттілік, және де келесі разборда көріскенше.